Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен ірімшік қосылған үш бұрышты формадағы құймақтар рецебімен бөлісемін. Ең алдымен біз құймақты дайындап аламыз. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа қажет. Нақты ингредиенттер мөлшерін осы видеоның астында көре аласыздар. Жұмыртқамызды венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сүтімізді құямыз. Достар, видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Және келесі видео рецептерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар болады. Келесі крахмалды бірнеше бөліктерге бөліп қосамыз, және де жақсылап араластыру қажет. Ең соңында сұйық майымызды қосып араластырамыз. Сонымен бізде құймақтың тестасы дайын болды. Енді келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін ірімшігімізді шұңғыл ыдысқа саламыз. Жұмыртқамыздың сары уызы мен ақ уызын бөліп, сарысын ірімшікке қосамыз. Үстінен қантымызды және ванилинді қосып, жақсылап блендерлеп аламыз. Ақ уызымызды бөлек ыдысқа салып, миксермен немесе блендермен берік ақ көбігі шыққанша миксерлеп аламыз. Ақ уызымызды ірімшікке қосып, жақсылап араластырып алу қажет. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Блиницамызды майлап, жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін осылай құймақтарымызды пісіріп алуымыз қажет. Және де қыздар, бізде құймағымыздың тестасы өте сондай сұйық болып шығады. Бұл сұйықтыққа қарамастан құймағымыз өте жұмсақ және жұқа болып шығады. Алдын ала духовкаға салатын ыдысымызды сары маймен майлап дайындап аламыз. Құймағымызды осылай ортасынан екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігінің шетінен қайырып, осылай салмасын саламыз. Және видеодағыдай үш бұрышты формаға келтіруіміз қажет. Қыздар, салмасын құймақтарды пісіріп болғаннан кейін дайындаған дұрысырақ. Өйткені менде құймақтарды пісіріп болғанша ірімшіктің ақ уыздың кішкене суы шығып, сұйықтау болып кетіпті. Орағанда ғана кішкене ыңғайсыздау, ал бірақ дәмін ешқалай өзгертпейді. Өте сондай жұмсақ, воздушный болып шығады. Осылайша әрбір үш бұрышымыздың үстін сары маймен жағып шығамыз. 180 градуста алдын ала қызып тұрған пешке 25-30 минутқа қоямыз. Қыздар, іші воздушный, сырты кішкене қытырлап, осылайша құймақ пен ірімшіктің ерекше түрін дайындап, әсемдеп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Соңына дейін көрсеңіздер, қолдап жіберуді ұмытып кетпеңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.